Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз 6 сынып математика пәнінің 13-ші сабақ В және С тобының 1414 және 1423 есептерді қарастыратын боламыз. Ол үшін Алман каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Ол болатын болса, бүгін бізде 1414 есеп 1-2, -3-тен -1, 2-ден 4 сандар жобының қайсысы теңдеулер жүйесіне шешім болады дейді. 2 көбейтілген -1, -2 тең 0-ге, 3 көбейтілген -1, -2 көбейтілген 2-ге, қосылған 2 тең 0-ге, -2 азайтылған 2 тең 0-ге, -3 азайтылған 4 қосылған 4 тең 0-ге. Бізде бірінші теңдеуде -4 0-ге тең болмайды, екінші теңдеуде -3 0-ге тең болмайды. Көбейтілген 3 азайтылған -1 тең 0-ге, 3 көбейтілген -3 қосылған 2 көбейтілген -1-ге, қосылған 2 тең 0-ге, -6 қосылған 1 тең 0-ге, -9 қосылған 2 қосылған 2 тең 0-ге. Бірінші теңдеуде бізде -5 0-ге тең болмайды, екінші теңдеуде де -5 0-ге тең болмайды. Үшіншісі 2 көбейтілген 2 -4 тең 0-ге, 3 көбейтілген 2 азайтылған 2 көбейтілген 4 қосылған 2-ге тең 0-ге. 4-тен 4 азайтамыз 0-ға тең, 6-тан 8-ті азайтамыз, оған 2-ні қосамыз. Бірінші теңдеуде 0-ге 0 тең болады, екінші теңдеуде де 0 шығады. Сонда бізде бұл теңдеулер жүйесінің шешімі 2-де 4 болады. Екінші теңдеулер жүйесіне салатын болсақ, 2 көбейтілген 1 қосылған 2 азайтылған 4 тең 0-ға, 5 көбейтілген 1 азайтылған 2 көбейтілген 2 азайтылған 1-ге тең 0-ға, 2 қосылған 2 азайтылған 4 тең 0-ге, 5 азайтылған 4 азайтылған 1 тең 0-ге. Енді бұл жерде бірінші теңдеуіміз 0-ге тең болады, екінші теңдеуіміз де 0-ге тең болады, яғни бұл шешімі болады деген сөз. 2 көбейтілген -3 азайтылған 1 азайтылған 4 тең 0-ге, 5 көбейтілген -3 азайтылған 2 көбейтілген -1 азайтылған 1 тең 0-ге. -6 азайтылған 1 азайтылған 4 тең 0-ға, -15 қосылған 3 азайтылған 1 тең 0-ге. Бірінші теңдеуде -11 0-ге тең болмайды, екінші теңдеуде -13 0-ге тең болмайды. Үшіншісі 2 көбейтілген 2 қосылған 4 азайтылған 4 тең 0-ге, 5 көбейтілген 2 азайтылған 2 көбейтілген 4 азайтылған 1-ге тең 0-ге. 4 қосылу 4 азайтылған 4 тең 0-ге, 10 -8 азайтылған 1 тең 0-ге. Бізде бірінші теңдеуден 4 0-ге тең болмайды, екінші теңдеуде 1 0-ге тең болмайды, яғни бізде біріншісі ғана шешімі болады. 1415 есеп 4-2 сандар жұбы теңдеулер жүйесінің қайсысына шешім болады дейді. 0,5 көбейтілген 4 азайтылған 3 көбейтілген -2 азайтылған 8 тең 0-ге, 4 қосылған 4 көбейтілген -2 қосылған 1 тең 0-ге, 2 қосылған 6 азайтылған 8 тең 0-ге, 4 азайтылған 8 қосылған 1 тең 0-ге. Бұл жерде бірінші теңдеуде 0-ге тең болады, екінші теңдеуде -3 0-ге тең болмайды. Бұл шешімі емес. Екіншісі -4 көбейтілген 2 көбейтілген -2 қосылған 8 тең 0-ге, 4 азайтылған 2 тағы азайтылған 2 тең 0-ге, -4 азайтылған 4 қосылған 8 тең 0-ге, 0 тең 0-ге. Бірінші теңдеу бізге 0-ге тең болады, екінші теңдеуде 0-ге тең болды. Яғни бұл екінші теңдеулер жүйесінің шешімі болады екен. 3-те -3, 2-де 7, 5-те -1 сандар жұбы шешімдері болатын теңдеулер жүйесін құрастырыңдар. Біріншісі x тең 3-ге, y тең -3-ге тең болған жағдайда біз 6x қосылған 2y азайтылған 12 тең 0-ге, -x қосылған 2,4y азайтылған 10,2 тең 0 деген теңдеулер жүйесін құраламыз. Ал екінші x тең 2-ге және y тең 7-ге болғандағы сандар жұбы арқылы біз 2,6x азайтылған -7 азайтылған 54,2 тең 0-ге және x азайтылған y тең -5 деген теңдеулер жүйесін құрастыра аламыз. Үшіншісі 5-те -1-де, яғни x тең 5-ге, y тең -1-ге, 2 көбейтілген x қосылған y тең 2 қосылған x азайтылған y-ға және 4x қосылған 8y тең 12 деген теңдеулер жүйесін құра аламыз. Теңдікке y тең -3 сандар жұбы теңдеулер жүйесінің шешімі S1 және S2-нің мәндерін табыңдар дейді. Алдымен теңдеулер жүйесін шешіп алатын боламыз. Олай болса x тең 2, y тең -3-ге болса 2 қосылған 3-тен 1 көбейтілген -3 тең S1-ге, -2 -3 тең -S1-ге, 2 азайтылған 1 тең S1-ге, -5 тең болады -S2-ге. Яғни бізде S1-іміз 1-ге тең және S2-іміз 5-ге тең. 1418 есеп сыйымдылықтары 9 литр және 5 литр ыдыстарды пайдаланып, өзінен 2 литр суды қалай құйып алуға болады. Алдымен 9 литр ыдысқа 5 литр ыдыспен су алып құямыз, және 9 литр ыдысқа тағы да 5 литр ыдыспен су құямыз.
түбінде 1 литр су қалады. Оны басқа ыдысқа құйып аламыз. Осылай тағы да қайталаймыз. Сонда бізде 1 қосылған 1 тең 2 литр суды өлшеп аламыз. 1419 есеп теңдеулер жүйесінің шешімдері болатын сандар жұбын таңдап алыңдар дейді. Біз бұл жерде берілген А, В, С-да жауаптарына қарай теңдеулер жүйесіне қойып шығаратын боламыз. Шығаратын болсақ бізде 2-ден 1 көбейтілген 4 азайтылған 3-ден 1 көбейтілген 3 минус 1 тең 0-ге. 4-ден 1 көбейтілген 4 азайтылған 3-ден 2 көбейтілген 3 минус 3 тең 0-ге. 2 азайтылған 1 азайтылған 1 тең 0-ге. 1 қосылған 2 азайтылған 3 тең 0-ге. Бірінші теңдеуден 0-ге тең болды, екінші теңдеу 0-ге тең болды. Сонда бізде біріншісіне В жауабы 4-тен 3 тең келеді. Екіншісі 6-дан 1 көбейтілген 6 қосылған 4-тен 1 көбейтілген 2 азайтылған 1,5 тең 0-ге. 3-тен 2 көбейтілген 6 қосылған 2-ден 1 көбейтілген 2 азайтылған 5 тең 0-ге. 1 қосылған 2-ден 1 азайтылған 1,5 тең 0-ға. 4 қосылған 1 азайтылған 5 тең 0-ге. Бірінші теңдеуден 0 шықты, екінші теңдеуден де 0 шықты, 0-ге тең болды. Яғни бұл жерде жауабы Д 6-дан 2 болады. Үшіншісі 4-тен 3 көбейтілген 8-ге азайтылған 2-ден 1 көбейтілген 6 азайтылған 3 тең 0-ге. 8-ден 5 көбейтілген 8 азайтылған 3-тен 2 көбейтілген 6 минус 1 тең 0-ге. 6-дан азайтамыз 3-ті, азайтамыз 3-ті тең 0-ге. 5 азайтылған 4 және азайтылған 1 тең 0-ге. Бірінші теңдеуден бізде 0-ге тең болды, екінші теңдеу 0-ге тең болды. Айнал бұл жерде жауабы А 8-ден 6 болады. Екіншісі x тең 4-ге, y тең минус 3-ге, екіншісі x тең минус 2, y тең минус 1, үшіншісі x тең 6, y тең 1 сандар жұбы шешімдері болатын теңдеулер жүйесін құрастырыңдар. Біріншісі x тең 4-ге, y тең минус 3-ге болғанда 8x азайтылған 3-тен 9y, 3-тен 2y азайтылған 34 тең 0-ға, 4-тен 3x қосылған 3-тен 1y тең 2-ге. Екіншісі x тең минус 2, y тең минус 1-ге. 8,4x азайтылған 2,6y тең минус 14,2. Және x қосылған y тең минус 3 деген теңдеу жүйесі. Үшіншісі x тең 6-ға, y тең 1-ге. 6-дан 1 x қосылған y азайтылған 2 тең 0-ге. 3-тен 1 x азайтылған 1 тең x, y 3-тен 1 x азайтылған 1 тең y деген теңдеулер жүйесін құруға болады. Берілген теңдеулер жүйесінің шешімдері x тең 3-ге, y тең 0,5-ге. С1 және С2-ның мәндерін табыңдар дейді. X-тің орнына 3-ті және y-тің орнына 0,15-ті қосып есептейтін болсақ, 3 көбейтілген 3 азайтылған 4 көбейтілген 2-ден 1 тең минус С1-ге. 3-тен 1 көбейтілген 3 қосылған 6 көбейтілген 2-ден 1 тең С2-ге. Сонда бізде минус С1 тең болады 9 азайтылған 2-ге, С2 тең болады 1 қосылған 3-ге. Сонда минус С1 тең 7-ге, ал С2-міз тең 4-ге. Бізде минус С1-міз болып қалды, сондықтан минусты теңдіктің оң жағына өткізіп жіберетін болсақ, С1-міз тең болады минус 7-ге, С2-міз 4-ге тең болады. Берілген теңдеулер жүйесінің шешімі минус 3-тен 5 сандар жұбы А және В-ның мәндерін табыңдар дейді. AX қосылған 4y қосылған 1 тең 0 және 2x қосылған VY азайтылған 9 тең 0 деген теңдеу жүйесі. Енді x-тің орнына минус 3-ті, y-тің орнына 5-ті қоямыз. А көбейтілген минус 3 қосылған 4 көбейтілген 5 қосылған 1 тең 0-ге. 2 көбейтілген минус 3 қосылған V көбейтілген 5 азайтылған 9 тең 0-ге. 3а тең болады минус 21-ге, 5v тең болады 15-ге. Минус 21-ді 3-ге бөлеміз, а тең болады 7-ге, ал 15-ті 5-ге бөлсек, v тең болады 3-ге. Келесі бізде есептің шешуін табу керек. Олай болса, біз амал-амалмен шығаратын болсақ, бірінші амалымыз 3,9 азайтылған 2,20-дан 11 қосылған 4,12-ден 5 азайтылған 1,15-ден 1. Ортақ бөлім бізде 60-қа тең болады, бүтін жері 4-ге тең. Сонда бізде 54 азайтылған 33 қосылған 25 азайтылған 4 тең болады 4,60-дан 42-ге. Қысқартамыз, сонда 4,7-ге. Екінші амалымыз 4,7-ні бөлеміз 4,7-ге тең болады 1-ге. Үшінші амал 181-ді көбейтеміз 3-тен 25-ге, 125-ті 81-мен 3-ті қысқартамыз, сонда 4-тен 27 болады. Төртінші амал 157 көбейтілген 19-дан 4-ге қысқартамыз, сонда бізде 25-тен 3 шығады. Бесінші амал 4-тен 27 азайтылған 25-тен 8 тең болады, ортақ бөлім 100-ге. 675-тен азайтамыз 12-ні тең болады 100-ден 663-ге. Алтыншы амал 100-ден 663-ті көбейтеміз 221-ден 100-ге. 100-бен 100-ді қысқартамыз, 663-ті 221-ге бөлсек 3-ге тең болады.
Жетінші амалымыз 4,125-ті бөлеміз 2,10,625-ке. Ол бізде тең болады 2-ге. 8-ші амалымыз 3-ке қосамыз 2-ні тең болады 5-ке. Және 9-шы амалымыз 5-тен 1 болады. Яғни 1-ді 5-ке бөлсек 0,12-ке. Есептің жауабы бізде 0,12-ке тең. Сонымен құрметті оқушылар, сіздерге бүгінгі тақырыптың есептері түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсінікті болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.